Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыз ғарышкерлерге арналады. 12 сәуір ғарышкерлер күні. Байқоңыр адамзаттың ғарыш кеңістігін игерудегі көптеген бастамаларында бірінші болған тарихтағы ең атақты ғарыш алаңы. Оның іргетасы 1955 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында қаланған. Тұңғыш жердің жасанды серігі, қуатты ракета және адамзаттың алғашқы ғарышкері қазақ жерінен Байқоңырдан ұшырылған болатын. Күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктермен ғарыш кемелері, орбиталық станциялар, метеорологиялық бақылаулар жүргізуге арналған жасанды жер серіктерін бірінші рет Байқоңырдан ұшырды. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласы мен космодромы Байқоңыр жиынтығын құрайды. Екі ел арасындағы келісім бойынша Ресей елі Қазақстаннан Байқоңырды 2050 жылға дейін жалға алған. Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы 9 наурызда Смоленск облысындағы Гжат ауданы Клушенко ауылында дүниеге келген. Кеңес одағының батыры, ғарыш кеңістігіне сапар жасаған ең бірінші адам, полковник. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, қазақтың тұңғыш ғарышкері, ұшқышы. 1946 жылы 27 маусымда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Қазақ техника ғылымдарының докторы, профессор, академик, авиация, генерал-майоры. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев, қазақтың екінші, ал әлемнің 309 ғарышкері, техника ғылымдарының докторы, авиация генерал-лейтенанты. 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарғалы ауылында дүниеге келген. Айдын Ақанұлы Айымбетов 1972 жылы 27 шілдеде Алматы облысы Талдықорған қаласы Өтенай ауылында дүниеге келген. Қазақстан ғарышкері, халық қаһарманы. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды.